Қадірлі ата-аналар, ардақты ұстаздар, Сәкен мектебінің туын биіктетіп жүрген сүйікті шәкірттер. Міне, мектептегі бір оқу жылын тарих қойнауына тапсырып, өз тарихында қуанышы мен қызығы мол 90-шы оқу жылын аяқтағалы отыр. Осындай салтанатты мереке еліміздің түкпір-түкпірінде аталып жатыр. Бүгінгі күн барша қазақстандықтар үшін қуанышты сәтте мектеп бітіргелі отырған әр жүректе із қалдырары сөзсіз. Уақыт деген зымыран, алдарыңызда кеше ғана тарыдай болып, мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндеріңіз бүгін таудай болып мектеп қабырғасынан ұшқалы отыр. Ақыл, қайрат, білімді зерделеріне тоқып, 11 жыл оқып, білім ордасынан тағы бір жас толқын үлкен өмірге араласпақшы. Мектеп түлектері көк байрағын желбіреткен, мәңгілік елдің арманын асқақтатар, еліміздің ертеңі мен келешегі. Биылғы 2014-2015 оқу жылында 50 жас түлек мектеппен қоштасып, үлкен үмітпен өмір жолын аттанбақ. Соның ішінде 8 түлек алтын белгіге үміткер, 7 түлек үздік аттестатқа үміткер, ал 35 түлек 4 мен 5-ке аяқталғалы отыр. Елбасының ұлт болашағы білімді ұрпақ қолында дегендей, ел үміт артқан, болашақта әлемге қазақ елін танытатын мектеп түлектерін ортамызға шақырып, қошеметпен қарсы алайық. Бірінші оқушы. Сынып оқушыларының ішінде 5 оқушы алтын белгіге үміткер, 6 оқушы ерекше аттестатқа үміткер. Сынып оқушылары облыстық, республикалық, халықаралық сайыстардың жеңімпаздары. Атап айтсақ, республикалық ғылыми жобалар конкурсының облыстық кезеңі жүлдегерлері. 6-7 облыстық мемлекеттік тіл менің тілім зияткерлік лингвистикалық турнирінің жүлдегерлері. Махамбет Өтемісұлының туғанына 200 жыл толуына орай 7-11 сынып оқушылары арасында өздірілген облыстық Махамбет оқуларын жүлдегері. 3-ші облыстық эстеологик, логикондар, логикалық есептер, статистика шешу интеллектуалдық турнирінің облыстық кезең жүлдегері. 5-6 облыстық 5-ші элемент химиялық зерттеу эксперименттік турнирінің жүлдегерлері. 10-ші облыстық Агенсин физика-техникалық турнирі, үздік физик теорик турнирінің жүлдегерлері. 4-6 облыстық туған тілі күресі мәлімдеп оқу сайысының жүлдегерлері. Экспо 2017 елдің ережеңі сатты жобаның жүлдегері. Халықаралық Мәскеу қаласында өткен Вернадский атындағы 12-ші бүкілресейлік жасөспірімдер оқуларында ғылыми жобалар сайысының жүлдегерлері. Аспазбай халықаралық алматы желісі бойынша 1 жыл ақш-та беренетіп оқыған 11-ші біз 9 оқушы оқу екіншісі, 4-еуі алтын белгіге үміткер, 2 оқушы ерекше аттестатқа үміткер. Сынып оқушылары облыстық, республикалық, халықаралық сайыстардың жеңімпаздары. Атап айтар болсақ, мектепшілік химия және биология, математика, физика пәндерінің олимпиада жүлдегері, облыстық экологиялық бизнес жоба жарысының жүлдегерлері, облыстық Асан Тайманов атындағы техникалық олимпиада жеңімпаздары, облыстық математикалық Ақжелкен регатасының жеңімпаздары, облыстық физика пәнінен апельсин сайысының жеңімпаздары, 7-ші облыстық полиглот 2015 зияткерлік лингвистикалық турнирінің орын иегері, 7-ші облыстық 5-ші элемент химиялық зерттеу эксперименттік турнирінің жеңімпазы, облыстық үздік экологиялық бизнес жобасы жеңімпаз, республикалық ғылыми жобалар сайысының облыстық жеңімпаздары, республикалық ғылыми жобалар сайысының математикадан республикалық жеңімпаздары, жаратылыстану математика пәндері бойынша 2-ші президент олимпиадасы жеңімпаздары, ақш мемлекеттік департаменттің 1 жыл Америкада оқуға бөлінген грантының жүлдегері, ресейдің Мәскеу қаласында өткен 22-ші халықаралық демократиялық ғылыми жоба сайысының жеңімпаздары, халықаралық адам, жер, ғарыш атты қоршаған ортаны қорғау проблемалары бойынша ғылыми зерттеу проектінің жалпы ресейлік
кандидаттың жүлдегері. Қытай Халық Республикасының Нанкин 10 грант иегері. Голландиядағы Узбек университеті Гонконг университетінің грант иегері. Оңтүстік Кореядағы Солбридж университетінің грант иегері. Кипрдегі жоғары білім беретін университетінің грант иегері. Оңтүстік Кореяда өткен халықаралық жас форматты ғылыми жоғары конкурсының жүлдегері. Мектеп шәкірттері түзеліңдер, директорлар, салтанатты жиынға Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы енгізілсін. қосып жүрген мектебіміздің таңдаулы 11-ші сынып шәкірттері. Ғалым Еркебұлан, Жұмашев Диас, Мусадиев Нұрсұлтан, мектеп мақтаныштары, оқу екпіндері, мектепшілік жасылан ұйымының мүшелері. Республикаларға Қазақстан Республикасының туын табыс ететін сәтті келіп жетті. Білім шаңырағына өз үлесін қосып жүрген шәкірттер. Асқар Бағлан, оқу озаты, Жасылан ұйымының мүшесі. Әбдіғани Әділжан, оқу екпінсі, Жасылан ұйымының мүшесі, география пәнінен облыстық олимпиадасының 2-ші орын жүлдегері. Зинат Муслим, оқу екпінсі, Жасылан ұйымының мүшесі, физика пәнінен ашық ғарыш республикалық конкурсының 3-ші орын жүлдегері. Шәкірттер алауыт боп жанатын, бар бақытын туған жерден табатын. Абыр ойын мектебінің биік ұстап, туған жерге тірек болып қалатын. Туған жер, туған мектеп қымбат маған. Ешкімге бұл сезімді бұлғатпағам. Туынды биік ұстап ел алдында мәртебесін мектептің жырлап бағам. Қадірлі ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. Бүгін міне тағы да бір оқу жылын тарих қойнауына тастап, тағы да бір белесті бағындырып жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Мектебіміз үшін кезекті оқу жылы табысты оқу жылы болды. Мектеп түлектеріне алдағы сынақтан сүрінбей өтуіне тілек білдіре отырып, мектеп намысын қорғайтындарына сенім білдіремін.
Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, осы уақытқа дейін мектеп түлектері желбіреткен көк тумен бірге мектеп намысын жоғары, әрқашан жоғары ұстап, туын жұқпауға уәде беремін. Атындағы номер 11 облыстық қазақ мектеп-интернат кешені бойынша 2015 жылғы мектеп түлектеріне арналған құлақтан үнін кетпестей сыңғырлы соңғы қоңырау салтанатын ашық деп жариялаймын. Мектептің өнер мектебі жанындағы айназ жас кешілер тобының орнауына қойбастары бие. Бүгінгі салтанатты мерекемізге конденсат компаниялар қатарынан Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университеттен облыстық білім басқармасынан мекемелерден қонақтар, мектебіміздің әр жылдағы түлектері мектептен жылдан астам тарих бар мектебіміз жыл сайын өзінің дарынды шәкірттерімен қаматын кеңге жайып келеді. Биылғы оқу жылында мектебіміздің мерейін асқақтатқан табысты да жемісті жыл болды. Мыңдан тұлпар жүзбен желіп шыққан шәкірттеріміз мектеп мақтаныштары ұстаздар абыройы. Биылғы оқу жылын 906 оқушымен бастап, оның 262 оқушысы өте жақсы, 416 оқушысы екпіндімен оқу жылын аяқтап отырмыз. 2014-2015 оқу жылда түрлі қолдауымен бастап, сәкен оқулары, ат қабылдау, жас ұлан ұйымы қатарынан оқушыларды қабылдау салтанатымен жалғасын тапты. Оқу жылының әр айы белгілі бір мәселеге арналып, пән жайлықтар ұйымдастырылды. Ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі жыл деп атап өткен. Осыған орай Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70 жылдығын мерекелеу, Қазақстан халқы ассамблеясы және Қазақстан Республикасының Конституциясының 20 жердей ортаймайды арнасы, мектебімнің мәртебесін көтерген ақ тілекті шәкірттеріне арнашы. Болалады, білімдарға көп керек, маржан сөзді төге тұғын көп. Ұстаздар, ата-аналар, мінекей бүгін 94 тарихы бар қазақ мектебінің тағы да бір оқу жылы аяқталып,
2015 оқу жылы аяқтау үстінде тұрмыз. Жаңа оқу жылын 906 баламен бастап 904 баламен аяқтап отырмыз. Жаңа жүргізушілер мектебімізден биылғы оқу жылында өткен іс-шараларымен таныстырып өтті. Мен оған қайталамай қояйын. Бір ғана үлкен нәрсе айтуға болады, тыңдасаңыздар. Жаңа кіріп келе жатқан 50 оқушының, биылғы мектеп бітетін оқушылардың 11 жыл мектептің қабырғасында оқып, тәрбие алып, үлкен азамат болғандарына көздеріңіз жетіп отыр. Қазіргі мектепті бітірместен бұрын оқушыларымыздың көбі оқу орындарын қалап, оқу орындарына түсіп отыр. Бұл да үлкен жетістік деп есептеймін. Айтарым, биылғы мектеп түлектеріне айтарым, алдағы тұрған үлкен мемлекеттік сынақ тұр. Бұл сынақ сіздердің 11 жылғы білімдеріңізді қорытындылап, 11 жыл бірге тәрбиелеріңізді нығайтып, өзіңіз өмір жолдарыңызға үлкен жолдама алып отырсыңдар. Мен мектеп директоратынан сіздерден үлкен сеніммен айтарым сол, сіздер бірыңғай ұлттық тестіні өзіңіздің білімдеріңізді көрсете отырып, үлкен абыроймен аяқтайды деп мен сенім білдіремін. Қалған мектеп оқушыларына айтарым, жазғы демалыстарыңыз сәтті өтсін дегім келеді. Денсаулық тілеймін, амандық тілеймін. Келесі оқу жылға көшуге бәріңізді де шын жүректен тербелуіңізге тілектестік білдіремін. Рахмат көп-көп. Конденсант компаниялар тобының өкілі Мауленбердиев Болат Мырзахметұлын шақырамыз. Конденсант компаниялар тобы атынан бүгінгі мерекеңізді құттықтаймын. Мектеп бітіріп жатқан оқушыларға тек ақ жол тілеймін. За особые успехи в обучении и воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей, творческого потенциала учащихся, группа компаний «Конденсат» награждает лучшего учителя школы-интерната имени Сейфуллина номер 11 Тойшибаеву Гульназ Ербулатовну. За отличную учебу и активное участие в общественной жизни школы группа компании «Конденсат» награждает лучшего ученика школы-интерната имени Сейфуллина номер 11 Жубунису Айнану Булатовну. Негізгі пәндер бойынша жыл оқушылары, химия пәні бойынша Уразов Амангелді 11-ші Б сынып оқушысы марапатталады. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша Жардемова Аяжан 11-ші А сынып оқушысы марапатталады. Кеуденова Диана 11-ші Б сынып оқушысы марапатталады. Құқық негіздері пәні бойынша Жалмұқан Жұлдыз 11-ші А сынып оқушысы марапатталады. Математика пәні бойынша Жүгінісова Айдана 11-ші Б сынып оқушысы марапатталады. Жылдың таңдаулы оқушысы болып Жүгінісова Айдана 11-ші Б сынып оқушысы марапатталады. Жылдың таңдаулы мұғалімі болып Тойшыбаева Гүлназ Ерболат қозы физика пәнінен мұғалімі марапатталады. Бүгінгі оқушы болашақ түлек, ел бірлігін ойлайтын, өз отанын қорғайтын, өркениетін өрсететін, біздің ата-бабаларымыздың ісін әрі қайры жалғастыратын болашақ азаматтарымыз.
Сен болашақ азаматы мәңгелдің, Қазақстан тірегі болашақ осы жердің. Қанаттанған шәкіртіне сәкеннің, ел ағасы жолдайды, ақ тілегін туған елдің. Бүгінгі құлақтан үнін кетпестей сыңғырла соңғы қоңырау атты соңғы қора салтанатын жиынымыздың құрметті қонағы Баянтаева Светлана Мақсатқызына сөз беріледі. Мектеп ұжымы, мектеп бітіруші түлектер, сіздерді жарты ғасырлық тарихы бар еліміздегі ең іргелі білім ордаларының бірі Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің студенттері, магистранттары мен профессор-оқытушылар құраматынан және ректорымыздың атынан осы білім ордасын кезекті оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Және осы мерекеге орай мектеп ұжымына еңбектеріңізге табыс, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға бақ-береке тілей отырып, мектеп бітіруші түлектерге сәт сапар тілеймін. Сонымен қатар, құрметті Ерсайын Қадырұлы, сізге университет ректор атынан университет және сіздің мектебіңіз арасындағы әріптестіктің беки түсуіне үзбей ат салысып, үнемі ынтымақтастыққа ынтатуыңызды ескере отырып, алғысымызды білдіріп, сізге ректордың атынан алғыс хат табыс етуге рұқсат етіңіз. Облыстық білім басқармасының өкілі Абдырахманов Азамат Талғатұлына сөз кезегі беріледі. Міне бүгін көптен күткен, яғни жалпы жадымызда сақталатын осынау қоңыраудың сыңғыры жеткен соң қоңырау мері салтанатты жиында келіп жетті. Осы бар мектепке тардай болып кіріп, таудай болып, ойларыңыз жетіліп, ойларыңыз өсіп, бүгінгі аяулы мектептеріңізді бітіргелі отырсыздар. Жалпы елбасымыз айтқандай, білімді ұрпақ еліміздің алтын діңгегі демекші. Сіздер еліміздің келешек алтын діңгегісіздер. Осынау бір әр оқу жылы қайталанбас қызыққа толы балалықтың балдәурен шағын артқа тастап, үлкен өмірге қадам басқалы отырсыздар. Ол өмір айтыны қиындығы мен қызығы қатар жүретін өте бір күрделі кезең. Соған бір төтеп берудің бір амалы ол білім нәрімен неғұрлым сусындау. Сіздердің қазіргі таңда сапалы білім алып, интеллектуалды тұлға болып қалыптасуларыңызға жан-жақты жағдайлар жасалып жатыр. Ендігі айтарым сіздерге алдағы уақытта осы сіздерді күтіп тұрған ең үлкен сынақ бұл ұлттық бірыңғай тестілеу. Осыны жалпы сәтті тапсырып, ата-аналарыңыздың, ұстаздарыңыздың нәтижелі еңбегін, үмітін ақтап, болашақта сапалы маман иесі болып, еліміздің дамуына өз үлесімізді қоса берейік. Ақжол түлектер, іске сәт, білімді болайық, сауатты болайық, өз ісіміздің сапалы маманы болып, еліміздің дамуына өз үлесімізді қоса берейік. Ақжол сіздерге. Ұшырып мен алысқа қала бердім дегендей, осыдан 11 жыл бұрын білім әлеміне қадам басқанда, алғаш қарсы алып, білім негізін қалаған бастауыш сынып мұғалімдеріне мың алғыс. Ғаббасова Алдай Қаресқызы, Суханова Гүлша, мысқылдап, мейірім төгіп жас жаныма, ұстазым арманыма ақ жол бастап, ата-анамдай жол сілтедің асқарыма. Қоңырау күмбір қағып тынады үндер, зымырап өтті кетті біраз күндер. Үйіріп әкеткенде өмір теңіз, жүректен өшпейтінде мұғалімдердей отырып, мектебіміздің 1995 жылғы түлектер атынан сөз кезегі Абдулманов Алтынбекке береміз. Армысыздар, ұстаздар, түлектер, ата-аналар. Бүгін мына салтанатты күн, жеңіс күні, мереке күні. Біздер осыдан 20 жыл бұрын
таудай болып кіріп, таудай болып шыққан түлектер едік. Түлектер, сіздерді арнайы ерекше құттықтаймын. Мына шырайлы, шұғылалы күнде өмір жолына қатырма қағаз алып отырсыздар. Осы мектеп қабырғасында, киелі шаңырақта талай көктеміміз өтіп, осы білім шаңырағында оқып, көктедік. 20 жыл өткен түлектердің атынан бірінші сынып оқушыларын айрықша құттықтап, оларға арналған сый сияпатымызды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Бірінші класс оқушыларына сый Қазақстанның қай қырында жүрсек те, түрлі белестерден көрінсек те, біріміз елімізде еңбек етіп, қалғандарымыз шетелде жүрсек те, осы киелі шаңырақты біз әрдайым мақтан тұтамыз. Осы киелі шаңырақтың бізге құйған білім нәрі құрыштай сіңіп бойымызда, соған бекіп, қазір ел үшін абыройлы еңбек етіп жатырмыз. Біріміз жайымыз бар. Мектеп қорына, соның ішінде кітапхана қорына, мына батырлар жыры сериясынан батырлар жыры көп томдығын табыстауға рұқсат етіңіздер. Жүремін деп. Біз соған кепілміз. 20 жыл өтті, кездестік. Рахмет назарларыңызға. Атана қуанышың, жасқа толы кәмелет жұбанысың, қанат қомдап ұядан ұшқалы отыр, бір биікке күн ертең шығарышың. Алдарыңызда жол жатыр таралғанмын, шақырады қол бұлғап санарманын. Жеткіншектер жеткізіп мұраттарға, орынданар әке мен ана арманын. Мектеп түлектері ата-аналар атынан Бейсенғалиева Гүлжайна Каздуковна және Бейсенов Нұрбек Нәсіпқалиұлына сөз беріледі. Оқушылар, мектеп бітіруші түлектер, бүгінгі соңғы қоңырау салтанатты мерекесімен бәріңізді құттықтаймын. Тек осы алдағы уақытта бәріңізге тек зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, тек ойлаған армандарыңызға жете беруге тілектеспіз. Мына ата-аналар атынан құрметті мына мектеп ұжымы, сіздер мына оқытып, білім беріп, тәрбиелеп отырған шәкірттеріңіз тек үлкен белестерден көрініп, сіздер тек қуанып отыра беріңіздер. Біздің тәрбиелеген шәкірттер деп сіздерге тек жақсы атақ әкелсін. Мына енді құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздерде мына тек алдарыңызда үлкен сынақ, бірыңғай ұлттық тестілеуден тек сүрінбей өтіп, ойлаған армандарыңызға жетіп, қалаған мамандық иесі болыңыздар. Елбасымыздың жүргізіп отырған саясатын қолдап, демеп, мына еліміздің өркендеуіне, дамуына тек үлестеріңізді қосады деп сенеміз. Мына енді құрметті интернат тәрбиешілері, бәріңізге де мына өз балдарыңыздай тәрбиелеп, жамандығын көрсетпей бүгін ұшырып отырсыздар. Сіздерге де көп-көп рахмет. Бәріңізге де мың алғыс білдіреміз. Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, соңғы қоңырау бұл мектеп қабырғасынан шыққан әрбір азамат үшін, әрбір адам үшін ыстық. Бүгін біреулеріңіз балалық шақпен қоштасып, үлкен өмірге қадам басып жатсаңыз, енді біреулеріңіз балалық шақтың ең қызықты сәті демалысты қарсы алып жатсыздар. Барлықтарыңыздың да мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жылдарда да өзінің жетістігімен көзге көрінген, өзінің немере шөберелерінің қызығын қызықтап отырған 80-дегі қария қара шалдай нөмірі 11-ші мектеп үлкен қара шаңырақ, ұлағат пен білімнің отаны, мекені. Сол қара шаңырақтың қайнар бұлағы сіздер ұстаздар, біздің балаларымызды өз балаларыңыздай қылып тәрбиелеп, білім беріп, барларыңызды аямай, мектепке келмей қалған күні артынан іздеп, менің ана балам қайда, мына қызым қайда деп іздеу салып, сабағынан қалмай, күні бүгінге үлкен жетістіктерге жетіп, олимпиадаларға қатысып,
солардан орын алып, өз білімінің шыңырауына, тәрбиесін молайтуына үлкен үлес қосқан ұстаздар, сіздерге мың алғыс бас иеміз. Ұстаздың ұлылығы сол, шәкірт ұстаса өзінен дейді ғой. Сендердің шәкірттеріңіз тек қана республикалық, халықаралық олимпиадалардан орын алып қана қоймай, барша Қазақстанды, барша осы 11-ші мектепті бар әлемге танытатындай үлкен танымал маман болсын деп тілек білдіремін. Дағы армандар шақырғанмен қоштасарда көңілді мұң басады. Балалық балауса өткенімен, қанат қағар самғарса жеткенімен, қоштасудан қиынай ұстаздармен, қоштасудан қиынай мектебімен. Осы бір сәт уақыт сыймай екен, өмірге аттау күрделі түйін екен. Мектеп деген балалық шағым болса, балалықпен қоштасу қиын екен. Кештің талай өмір жолын ысылдың, қанша тілек аялап сен ұшырдың. Сәкен аға атындағы мектебім, талмасынша қанаттары құсыңның деп, әр түлекті жүрегі үн қатқандай, келесі сөзді мектеп түлектеріне берейік. Оқушылар, ата-аналар, сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған бала сияқты едік, бүгін міне 11 жылдың қалай өткенін байқамай да қалдық. Мектеп түлектерін алда күтіп тұрған ұлттық бірыңғай тестілеуден сүрінбей өтуіне тілектеспін. Бізге 11 жыл білім берген мұғалімдерге, біздің анамыздай болған сынып жетекшімізге үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет. Мектебім білім берген алтын ям, ер жетіп сенде сезім артын санам, баулыған сан жыл бойы ата-анамдай, әрқашан қасиетті атым маған. Арада өтсе дағы бір күреп жыл, әр күні балалықтай бір жүрек бол. Өзіңе борыштармын өлгенімше, есейген шәкіртімнің серті зетпей. Мектебім білім берер баспалдағым, сенімен талай жандар аспандады. Арманның алтын бесік асуына сен ғана апаратын жол боласың. Мектебім әр баланың қуанышы, қуаныш сыйлағанда мектебімсің. Болашаққа апаратын жол ғана, мектебім бір өзің сен ғанасың. Мектебім ордам, киелі алтын бесігім, мәртебең артып, туым бір төмен түспесін, адамдықтың ақ адал туы атанып, ұрпаққа ұрпақ аманат етіп жеткізсін. Сендеп соққан мектебім жүрегіміз, өзіңнен бастау алар тілегіміз, әркез бізді қолдаған, білім берген, ұстаз бенен мектебім ұғым егіз. Шәкірттер сіздерді айтып мақтанады, сіздердің жүректері жатталады. Біз жастар биіктерден көрінеміз, сенім мен үміттерің ақталады. Мектеп білім алдындағы үлкен кеме десек, осынау ұлы шаһардағы әрбір қоңырау сыңғыры бізді әркез тек алға жетелейді. Алғашқы қоңырау балалық балғын көңілімізді қанаттандырып, арманымызды жетелесе, ал бүгінгі қоңырауын мүлдем ерекше. Өйткені бүгінгі қоңырауыны бізді алға жетелейтін алтын мектебіміздің бізге соққан ең соңғы қоңырауы. Бұл бізді арман биіктеріне көтеріп, өмірдің үлкен белесіне, үлкен өмір мектебіне шығарып салмақшы. Мектеп қабырғасында өткізген әрбір күніміз, әрбір 45 минут балалық шағымыздың балғын шақтары болып мәңгі есімізде сақталмақ. Жүректерге ізгілік отын жаққан мейірбан ұстаздарымыз, киелі ордамыз, алтын мектебіміз, сіздерге шын жүрекпен, шынайы шәкірттік ықыласпен алғысымызды білдіреміз. Онда алтын мектебім әні. Hoş
кандидат болды. Қала берді Есенгелді аға біздің әкеміз болып осы жерде оқып дәріс алған кезде. Сондықтан да мектеп-интернатқа арнайы тапсырыспен жасалған қолөнер туындысы кішкентайда болса шағын сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Бізді адам еткенде, маман еткенде Оралдағы 11-ші мектеп, сондықтан қашанда сіздерге бас иеміз. Қиындықтар мұйып басын сендерді, батылдықпен асыңдар сан белдерді, білменен қуантсаңдар мектепті, жақсы іспен қуантыңдар елімді. Қан өрне, жалынды сәлем, ақ тілек, мектеп түлектеріне. Қыран бұл көкке самғандар, атағың кетсін биікке, намысты туып ұстандар, кір елтірмей мектепке. Ұшырады мектебің өз қолынан, көріне бер ғылымның сан қырынан. Қайран мынау қазақтың ұлы ғой деп, көріне бер тұғырдан биік шыңнан. Шалмап періштелерге ақ бата ізгі тілектер, жол тартқан үлкен өмірге шар-шапар болсын тілектер.
ұшылып өмір бағалдан, қиялдың құсын ертіп ап, бұл күнге арман салған, жетерміз бізде ертең-ақ. Номер 11 облыстық қазақ мектеп-интернат кешенінің бітірушілерге арналған құлақтан үнін кетпестей соңғырла соңғы қоңырау атты соңғы қоңырау салтанатын жабық деп жариялаймын. Шақырылған қонақтарды, ата-аналарды, мектеп ұстаздарын құлақтан үнін кетпестей соңғырла соңғы қоңырау атты тәрбие сағатына шақырамыз. Өзіңменен өлшеусіз нарқымменің асқартау арқан тұтар алтын белім, ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа қош келдің айналайын халқыммен. Кеше ғана жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын еміне аттаған бүлдіршін шәкірттеріңіз, міне, бүгін ойы толып Алтын Ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Мектеп әр адамның қиялына қанат бітіретін білім ұясы, тәлім тәрбие бастауы.
Адам баласының өмірге қанаттануы, әртүрлі мамандық иесі атануы, бәріне кең жол ашатын, қоғамның толыққанды азаматы болуына берік негіз қалайтын алынбас қамал іспетті. Мектеп маңы толыпты жарасымға, ізгілікте мейірім бар осында, өмірге қанат қақты жас өрендер, асыл арман гүл атып саңласында дегендей, жүректері лүпіл қаққан қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері араласқан, осынау сәтте шәкірттік сәттің соңғы, өмір жолының алғашқы қадамында тұрған әр түлек үшін бүгінгі күннің орны бөлек. Батыр да, ғалым да мектептен білім алған, ал осылардың бәрін тәрбиелеген, білім нәрін бойларына сіңірген ол ұстаз емес пе? Олай болса, қадірлі ұстаздар, мектеп түлектерінің ұйымдастыруымен озырғалы отырған бүгінгі тәрбие сағатымыз тек өздеріңізге арналады. Ұстазға деген ыстық сағынышым биікке шықса егерде алдымнан шықты бүгін қолын бұлғап қанша Шәкірт едім, кеудем толы, күш жалын, алға тартқан арман жолын нұсқадың. Кете бардым, жүрегіңнен от алып, келді дағы бір өзіңе ұқсағым. Ойша затып, өткен жылдар тізбегін, еске аламын, майшуақ пен күз желін. Қайырған бір, шаттанған бір шағымда, мен өзіңді, тек өзіңді іздедім. Өмір жолы қалтарыста бұралаң, сүрінсемде кездерім жоқ құлаған. Самайыңа қосқан бір тал ақшашты, бір шәкірттің еңбек етіп жүр аман. Өзіңменен қалған сәтте кезігіп, есейгенім болады екен тез ұмыт. Әр сөзіме есеп беріп тұрамын, балалығым қалатындай сезіліп. Бүгінде мектепті бітіргелі отырған түлектердің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп айтқандай, біздің осы өмірде адам болып қалыптасуымызға барлық күш жігерлеріңізді жұмсап, бойымызға білім отын дарыта білгендеріңіз үшін біз сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Әрбір адамның өмірі түрлі кезеңдерден тұрса, сол бір кезеңнің ең ерекше естеліктерге толы сәттері ол мына сіздермен, мына мектеп қабырғасымен байланысты. Өмірдің соқтықпал үлгі тұтамыз. Ендеше бүгінгі бітіргелі отырған біздер, яғни мектеп түлектері, барша шәкірттеріңіздің жетістіктерін көріп, бағындырған белестерін көріп, сол қуаныштарында әрдайым жандарынан табылып, аман есен, бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Дүниені сіңірдік жаратылыстану ілімінде.
Remember the friends you hold dear and look toward the future without any fear. This is the day you've been waiting for since the day you first walked through that first classroom door. And now it's time to say goodbye and spread your wings, you're ready to fly. So shed a tear and share a smile and be sure to remember all the while. And although it may be time to move on, today's memories will last your whole life long. Гаснет свет, и сердце, знаю, будет молчать. Невзгод вращающее пламя сбережет. Оно еще поможет нам в пути хитрейшие загадки превзойти. Оно еще поможет, и не раз, учитель мой, в делах продолжить вас. Учитель, даже через много лет зажженный вами не погаснет свет. Үйретіп есеп қисап әлемінде нақты қылып кілтінде табыстады. ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, азбай тұрын адамның алтындығы. Аяулы ұстаздар, біз қандай жетістікке жетсек те, қандай биіктікке көтерілсек те, ол сіздердің бізге берген тәрбиелеріңіз бен игі бастамаларыңыздың арқасында деп білеміз. Сіздердің әрқайсыңыздың орындарыңыз біз үшін айрықша. Талай ақын
арнап кеткен жыраның даңқы биікте ұстаз атты тұлғаның, өмір жолын үйретуге арнаған ұстаз шіркін екінші анасы баланың. Ұстаз деген данасы ғой дананың, күш жұмсайды оқуына баланың. Ұстаз тұлға шаршамайды шалдықпас, олар адам иесі ой сананың. Жанында ай күн алғанында алтын тойын қанат қағуда өзің сендерге қарап қазірдің долы ондара менің қазір мекенім сенен бөлек
Жақсы шәкірт азамат атанады, халқынан ата-анадан баталады. Шын жүректен төгілген ақ ниеттер әр жүректі биікке апарады. Жас ұрпақтан зор үміт күткеніңіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз, сөз береді құрметкен өзіңізге шәкіртке арналсын тілегіңіз деп дей отыра мектеп түлектеріне арналған ыстық лебіздерге кезек берейік. Құрметті ата-аналар, шынында балаларыңызды үйде көріпсіздер, мінез құлқын, іс-әрекетін жақсы бір керемес құлық мінезіндерде ата-ана бәрін көтереді, біледі. Бүгін мінекей балаларыңыз өздерінің 11 жыл бірге қойған, бірге жүріп құрбыларының қастарында кімнің кім екенін, менің балам кіммен жүр, менің қызым кіммен дос деген сияқты бүгін қарап отырсыздар. Қарап отырып, іштей өзіңізге баға беріп отырған боласыздар. Менің балам мынандай болыпты, менің балама мынандай жетіспейді екен, менің балам мынандайға жақсы екен деген сияқты ата-ана баласына іштей баға береді. Баға беру дегеніміз біреуді салыстырып қойып, анау мынау деп айту емес. Баға беру деген осындай қоғамның ортасында баланы бағалау, көру деген сөз. Қоғам дегеніміз қоғаммен өсеміз, бәріміз де қоғамға тәрбиеленеміз. Сонда мінекей балаларымыздың бүгін қандай екендерін қарап отырсаңыздар, балаларымыздың барлығы биші күйші әншілік емес, өзіне-өзі бұл артистік атанбасын табиғи. Бүгінгі балаларыңыз айтқан сөздері, балалардың өзге оқыған өлеңдері, балалардың жаңа өз қолдарымен әртүрлі іс-әрекеттердің барлығы шын жүректен баланың бойына өмір бойы сіңген өзінің мінез құлқын дәлелдеп отыр. Жалпы балаларды білесіздер, мен өзім осы мектепке келгелі биыл 26-шы түлектерім ұшқалы отыр. Мінекей әрқашанда балалардың алдарына мен бір мақсат қойған, өзіме қойған мақсатым баланы тұлға етіп тәрбиелеп шығу, баланы жігіт ету, ұл болсын, қыз болсын. Соған мінекей біздің балаларымыз көрініп те келе жатыр, бір-бірімен тәрбиеленіп те келе жатыр. Қарап отырсаңыздар, жалпы мен балаларыма іздеп алатын біздің мектептің балалары бір-біріне қарап бір-бірі өседі. Бір баламызды мектепке таңертең бармаймыз, мектепте анау сабайды, мынау сабайды деген әңгімені айтпайды, ата-аналар маған соған көңілім қонады. Таңертең бала мектепке жашықпен келеді. Жашықпен келген бала мектепке бітірген 50 түлек тұр. 50 түлектің 50 арманы бар. 50 арманын сіздер орындағанын талап етесіз. Балаларым айтарым, біріншіден балаларым мектеп болған, ұстаз болғаннан кейін сіздерге біздер білім беруге міндетіміз, парызымыз, соны қалап алдық, өмір жолына бізге сол мұғалім болайықшы, қолымыздан келген жас ұрпақ тәрбиелейік деп. Мінекей қолымыздан келген сіздерге жұмыс істеп жатырмыз. Бұл біздің жұмысымыз сіздерге ешқашанда бір міндетіміз емес, біздің сізге міндетіміз алған. Мінекей адам баласы үйден бала шығарда толқиды. Шын жасым үлкен болсам да, әрі үлкейген сайын толқу келе беретін сияқты адам баласына. Мінекей мына таңертең кіріп жатырсыңдар, кіріп жатқанда қанша баланың қанша аты аталып жатыр, қанша баланың қанша жерге бармаған білім туралы айтып жатыр. Қарап отырсыңыздар, сіздер тұрып жатсыңдар, әрі біз мұнда сөйлеп жатырмыз. Ол мінекей сіздердің осы білімді ала білгендеріңіз, соған талап ете білгендеріңіз. Сондықтан мен сіздерге әуелен талап ететінім сол. Мен мектепте басшы ретінде ата-ананы танымайын, оқушыны танымайын. Бірақ оқушы мектепке қолайлы жағдай тусыншы, сол бала білім алсын деген ойдамын үнемі. Мен жалпы өзімнің түлектерімнің барлығының фамилиясын білмегенменен түлектерімнің мінез құлқының көшегін танимын. 11 мектепте бітірген балалар қандай бір ұйымда болса да бір бөлек тұрады. Білмеймін не екен, ол маған өзіме жақсылық көреді, жақын таппатырмын болар, бірақ мен балам солай танимын. Міне балаларым сондай сіздерге де тағы да бір үлкен 11 мектептің түлектерінің үлкен қауымына қосылып алсындар. Сізге тілейтінім сол. Алдағы ерте бітіп кеткен ағалапаларыңыздың аттарын кіргізбеңіздер әрқашанда. Денсаулық тілеймін ең бірінші, амандық тілеймін сіздерге. Және бәріміз отырмыз айтатындарым сол, ертең Алла қосса бірыңғай ұлттық тестке жатыр. Бұның қорықпау керек. Бұл баспалдақ бір өтетін. Оның жағында да өмір бар. Қорықпау керек, ешқашанда адам баласы. Жеңем деп білу керек. Адам баласы білем деп
сіңіру керек. Білмеймін деуің керек. Білем деу керек, білем дегенді кісіге айтпа. Өзің сол білем дегенді шешу керек. Осында болады жаққан үлкен бір қасиеттеріңіз. Мен көп білем деп ешкімге айтпау керек. Білетіңізді қалған кісі сезіну керек. Мінекей, енді бүгін қалас жетекшілерінің арасында жүрсіңдер бірге. Айтарым тағы да рахмат. Бізбен бірге 11 жыл жұмыс істеп шықтық қой бәріміз. Солай емес пе? Сіздерге таңертең ертелі кішкене кешігесіне айтқан болармын. Қараңдар, кішкентай балалар отыр, сендер әлгәсін деп айтқан болармын. Бірақ біріңізден есіңізден, маңдайыңыздан қайтарып қатсыз айтып қайтарған кісі емеспін мен. Мен жалпы балаларға өте жұмсақпын, үлкен кісіге қатал болғанменен. Сондықтан бала түсінеді деп ойлаймын әрқашанда. Жаңа да маған балалар айтып отыр, ағай бізде солай болса бізде кешіріңіз деп. Ол балалық шақ балаларым. Мұғалім ата-ана кешірімді әрқашанда. Соны кешіру, қателігіңізді біле білген, кешірім сұраған сіздердің үлкен жетістіктеріңізді есептеймін. Сондықтан тағы айтарым балаларым, аман болыңдар, деніңіз сау болсын. Алла болса, 2 күні бұрынғы айтесінде кешегі соңғы 18-19 тесттей орташа балмен шықсаңыздар, мен қуаныштымын. Асып кетсеңіздер, одан да жоғары қуанышқа бөленер едім. Бірақ содан төмендетпегеніңізді сұраймын. Тапсырамыз ба? Қаттырақ? Бұл уәде. Түсіндіріңіз балаларым. Рахмат көп. Енді айтарым балаларым тағы да осы жерден мінездеріңіз отыр. Кішкене аз болып па, айқайлашқанда қан қысымыз жоғары, мектеп бітірдім, сөйтіп бүйтін деген ой туа береді. Дегенмен бәрінің ортасында бір шек болады. Сол шектен шықпауға сұраймын. Әрқашанда. Бұл мектеп бітіру дейтін бір белес, бір өмірдің алғы бір баспалдағы. Бұны бітірмейтін адам жоқ. Оған да Құдай шүкір. Бәрімізді бітіріп жатырмыз. Қазір тұсқайда сіздерге аталарыңызбенен демалыс орнына барасыздар. Шын айтайын ата-аналар, мен сол демалыс орнын естігеннен бері түннен ұйықтай алмай жүрмін. Ана бір судың жақасы. Өте қолайсыз жерлеу. Сондықтан осыған өте сақ болуымыз керек. Балаларымыз әлі сіздермен келісіп. Солыма қарайым, алдыма қарайым, артына қарайым, мен үлкен кісі жоғалыпты. Абайдың өлеңі бар, қазақтың данасы Расылкүн ағасы дейді. Басылкүнде отырған шығар осы жерде, бірақ Расылкүн мен екенмін, сондықтан немерелеріме, шөберелеріме тілек айтқым келіп тұр. Менің есімім Айтқали Нәрікір. Әлішер Айтқалиевтің атасымын. Осында 9 сынып бітірген Теміржан Айтқалиев дегенде немерем бар. Осы мектепте 2 бала оқиды. Баяғыда Ғабит Мүсірепов 70-ке толғанда қазақтың Қабдолұлы, академик Қабдолұлы айтып еді. Мүсіреповті мақтаудың қажеті жоқ. Мүсірепті мақтану керек деп. Сол сияқты сіздер ұрпақтарым мектеппен мақтаныңыздар. Өзіңізді мақтамаңыздар. Біз сол мектепті мақтаныңдар. Югославия елінде қазір білмеймін, адырамай тұрғанда мектептің директорын ректор дейді екен. Мұғалімдерді профессор дейді екен. Югославия қазір білмеймін. Сол сияқты құрметті еректе ректор болып отыра беріңіз, профессорларыңыз көбейе берсін. Жаңа сахнадан менің өз болып тұр екен. Тасқал ауданының Оян орта мектебін 53 жылдан бітірген екенмін. Есіме түсіп тұр, сол мектептің 50 жылдығында жаңа өлеңді арнап едім. Сол мұғалімдерімнің бәрі жердің үстінен жердің астына кетіп, бір-екеуі ғана қалған екен. Қарап отырсам, шаштары аппақ. Ойладым, ай осының бір самайын ақты, мен де қостым ау деп. Өмір жолы қалтарыста бұралаң, сүрінсем де кезерім жоқ құлаған, самайыңа қосқан бір тал ақ шашты еңбек етіп, бір шәкіртің жүрамын. Жаңа Ерекең айтты ғой, арман жақсы,
таудай талап бергенше бармақтай бақ берсін деп халқымыз айтады. Талаптарың бар, бастарыңа бақ берсін, оқуға түсіңдер, түсілмей қалған жағдайда қиналмаңдар. Қазақ елінің құшағы сендерге әр уақытта ашық, болашақтарың алдыңызда. Сәттілік, тәттілік, бақыт тілеймін баршаңызға. Бүгінгі ұстаздар әкесімін, жүргені саран. Болат есімін. Енді не айтуға болады? Мен енді бұл 11-ші мектептің түлегі болған емеспін. Бірақ енді болсам екен, осы мектептің түлегіндей болсам екен деген әр уақытта жүрегімізде бір тілек арман болған. Өйткені Сәкен мектебі, өздеріңіз білесіз, қандай мемлекеттік қайраткердің атына қойылған мектеп. Ешқандай осы елде қазақ мектебі болмағанда, осы кісінің талабыменен, осы кісінің сол айтуыменен, нұсқауыменен құрылған мектеп. Сондықтан бұл қадірлі, Сәкен қадірлі қандай болса, мемлекетімізге, халқымызға, бізге бұл мектеп қадірлі. Сондықтан енді орны бөлек. Қазір енді ұлт өзінің болашағын қандай болмақ деп ойланып толғанып отырған уақытта ұлт тәрбиесінде үлкен маңызы бар ойып тұрып орын алған мектеп осы 11-ші мектеп. Жалпы мен өзім ойлаймын, қай бір ата-ана келісетін болар, осы ұлт болашағы үшін ел боламыз десек, қандай мектеп керек десек, бізге көп іздеп керек жоқ сияқты. Мінекей осындай мектеп керек. Халқымызға, елімізге осындай болу керек. Біліммен сусындыратын, халқын сүюді үйрететін, үлкенді қадірлейтін, қастерлейтін, жақсы осындай біліммен сусындырып отырған үлкен білім ордасына басымызды иіп, сондай алғысымызды айтамыз. Енді қазір, конечно, осы ата-аналар бәріміз мұғалімдердің алдында мемлекетіміз, барлығымыз қарыздармыз. Әне бір қиын уақыттарда да қайбір осы халқымызға қиын уақыт әлі біте қойған жоқ деп ойлаймын. Соның барлық уақытында қиындықты бірінші көтеріп жатқан осы ұстаздар. Сондықтан енді мемлекетіміз әлде де дамыр, өзінің дәулетіне сай, ұлтымыздың осы еңбек етіп отырған ұстаздарына құрмет көрсететінде бір күн туар. Ол да алыс болмас. Сондықтан енді мектебіміздің осы мұғалімдері әр уақытта да осында биіктен көріне берсін, дендеріңізге саулық. Осы ұстаздарыңыз, ұстаздықтарыңыз алдыңыздан келе берсін. Негізі үлкен бақыт ұстаз болу деп өзім есептейміз. Сондықтан сіздерге көп рахмет. Ата-аналар барлықтарыңызды осы күнмен құттықтаймыз. Балдарымызға жақсылық тілейміз, ақ жол тілейміз. Құтты болсын. Ыстық күндерім, кей күні жылап, шаттанып кей күн күлгенім, ұстазым өзің ардақтап салған жолменен, дұрыста шығар есейіп өмір сүргенім. Жадымда мәңгі гүл болып көктеп жатталар, өзіңде өткен кешегі күндер, апталар, партамда бірге 11 жылымды өткерген, құрбымның сыры жүректе мәңгі сақталар. Болашаққа жетелеп алдарман, балықшақ бүгінде артта қалған. Самғаймыз біз сан тарау тараптарға, баталып қадірлі ұстаздардан. Ардақты ұстаздар, бүгінгі тәрбие сағатымызда өз мәресіне жетті. Жас ұрпақтың рухани сәулеткері, әр шәкірт бойына ізгілік нұрын сепкен келешек дәнекері бола білген әр қайсыңыздың есімдеріңіз жүрегімізде мәңгі сақталмақ.